Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Бүгін сіздерге Блум таксономиясының, яғни Блум текшесін сабақта қолданудың түрімен таныстыратын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Текшені мен PowerPoint бағдарламасында жасап алдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сурет қойып, ақынның суреттерін қойып жасап алсаңыздар болады. Менің видео бөлімінде YouTube каналда текшенің жасалу жолы көрсетілген, және де астындағы сөздері бұл Блум таксономиясының сөздері. Мысалы, ата, неге, ойлан, бөліс, түсіндір және ұсын. Осы бөліктерінің біреуі түсетін болса, сол бойынша оқушы сөйлейді. Мысалы, неге деген бөлік түсетін болса, оқушыға мұғалім айтады. Екінші Аристотель атану себебі неде? Неге? Олай аталды деген сияқты. Сол бойынша қай бөлік түссе, оқушы сол бойынша сұрақтарға жауап беретін болады. Сабақтың қорытынды бөлімінде қолдануға болады. Сабақта қолданып, сабақты қызықты өткізіңіздер. Видео пайдалы болған болса, егерде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.